Қайырлы таң баршаңызға, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Енді балық аулауды тоқтаттық деп сізбен кездесуді тоқтатпаймыз, құрметті менің жазушыларым. Сіздермен кездесіп тұрамыз. Бүгінгі енді кездесуіміздің себебі, мен жаңа Каспи арқылы бір заттарды тапсырыс беріп едім. Сол тапсырыспен келген заттарым, солар сізге не зат екенін көрсетейін деп едім. Өзім де жаңа қарамадым, бірақ абайлаңыз, әйнек деген жазуы бар. Соны көрейік. Негізі термос заказ берген. Ашып қарайға. Термос дегенді білесіздер ғой, әртүрлі суат. Айтып өтейін дегені, мен негізі балыққа шыққан кезде термос алып жүремін. Өйткені қазақ шай жақсы көреді ғой. Әр кезде шай ішіп, сәл-сәл сергектік, балық түртіп отқан кезде сергектік алып, сондай бір жақсы сезімде боламыз ол жерде балықтардың шай ішкен кезде. Әсіресе шай ыстық болса. Ол шайдың ыстық болу үшін не керек бізге? Термос керек. Термостың де қазір өздеріңіз білесіздер түрлері бар ғой. 2000-нан бастап бағалар 50 мыңға дейін, одан да көп болуы мүмкін. Оны айтайын деген себеп, жаңағы 50 мың үстіндегілер атақты брендтер. Сонымен термостың екі түрі болады. Біріншісі темір, екіншісі шыныдан жасалған. Айтқаным ғой, колбалар ішінде болады, шыныдан жасалғанның ішінде. Вакуумдық ішінде ауасын алып тастаған. Шынының ішіндегі айнасы мен әйнегі, жаңағы шынаны үрлейтіндер, стеклодуктарын жасайтындары бар. Екіншісі темір. Темірдің де принцип работасы сол. Бірақ темірден де менде темір термостар болды. Көбінде бір арада уақыт өткен сайын сыртына жылы береді да, ішіндегі шай суып кете береді. Мен негізі арзанда болса өзімнің қолданатын термостарым осы шыныдан жасалған термостар. Ең келеңсіз жағдайлар болып тұрады. Түсіп кетеді, сынып қалады. Бірақ жаңағыдай сынып қалса не дейсің, енді басқа амал жоқ. Басқасын аласың, бірақ арзан, бірақ шайың сол күйінде ысып жақсы болып тұрады. Темір термостың бір сумен араласқанда темірдің тотығы болады деген де әңгіме бар. Енді оны ғалымдар білетін болар, бірақ адамның денсаулығына зияны жоқ болар. Мен жарнама жасап отырған жоқпын, енді әркімнің өзінің қалауы өзінде болады. Мына термосты ашып қарайық, көрейік бәріміз. Не келді екен? Көп ақша келген термос емес. Каспиде акция болды ғой. Сол кезде акция болған кезде 2,5 мыңға келген термос бар. 2,5 мың теңгеге. Ашып қарайық. Енді алған кезде қарайсыздар ғой. Сынбай келген дұрыс болу керек негізі. Термостың сынбай келген дұрыс па негізі. Менде көп адам машинаға мінбейтін болғанның артында отыратын, жаңағы адамдар отыратын кезде ремен бар ғой, былай салып қоятын. Соған термосты қыстырып қоямын негізі. Ничего, термосты адам сияқты әдемі тұрады. Ал ашып қарайық, қандай термос екенін. Көк түрін тапсырыс берген сияқты дедім, не? Ағы келді. Не осындай термос? Аты не дейді? Дантик дейді ғой. Қытайдікі олар. Не, екі кружкасы бар екен. Енді мен термоспен жүретін адамым, жұмекеңдер бар, олар шайды өздер отынға қайнатып ішпесе, балық түспей қалуы мүмкін ол кісілерге. Сонымен от жағады ол кісілер. Негізі от жаққанда дұрыс па. Сол не? Термостың осы аузын ашқаннан кейін қайтадан жауып қою керек. Естеріңізде бар ма? Сынық емес сияқты. Көріп алсаңыздар болады. Термосты тексерген кезде, баяғы біздің бала кезімізден, біздің әке-шешеміз айтып өткен
құлақпен тыңдаңдар деп ана ар жағында бір достар болады, алыстан бір қағазды пышылатып бүйтіп басып жатқан сияқты. Естеріңізде бар ма? Қазір қараймыз. Көп емес, сәл ғана бар. Мүмкін жұмыс жасамайды деген шығар ма? Әдемі жасайтындар да кәдімгі пышып деп тұрады. Мынада жоқ, көреміз оны. Міне мынандай сырты пластмасс, іші шыны. Негізі ұқыпты ұстамасаңыздар бар ғой, термостың сәл ғана бет былай ғана келіп машинаның ана отыратын не дейді, жаңа орындықтан жерге түскен кезінде быт шығады. Былтыр мен осындай бір термос алып алыс жолға шығайын деп тұрған кезде, енді ол өзімнің қарамағанымнан болар, інім термосты былай бар екен тұрмаған білемін, қолмен ұрып жіберген кезінде түсіп кетті да сынып қалды алыс жолға. Сол кезде ол жерде термос алатын уақыт та болған жоқ, жағдай да болған жоқ. Термос шығып кеттім. Негізі термоспен шаймен шыққанда жақсы болады еді. Бірақ баратын жеріме жеттім ғой. Дегенмен термоспен барғанда, шаймен барғанда өте әдемі болар еді деген ғой. Міне осы көрсетіп отқан сіздермен әңгімені басып отырып көрсетіп өттім. Енді бұны көрсетіп жатқан себебім мен өте жас, балықты енді бастап жатқан балықшылар көп менде қазір жазылып жатыр. Олар біле бермейді, әлі алысқа шыққан жоқ, қаланың ішінде. Сол менің жаңадан қосылған жазылушыларым сыртқа шыққан кезде осындай термосты алып жүрсе әдемі болады. Енді ол өзіңіздің жағдайыңызға байланысты қымбатта термостар бар. Мынау 2000-нің үстінде тек қана осы термос. Қалай екен балыққа шыққан кезде көретін боласыздар. Міне мына жерден ременді өткіземіз да. Адам отырған сияқты артқа сиденьеге, орындыққа былай қоямыз. Төгілмейді деген ойдамын. Енді қараймыз, бірақ сынық емес. Сол тағы да қандай сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазып кетесіздер ғой. Қолдан келсе, уақыт бар кезде сіздерге жауап беремін. Жақсы, тек жақсылықтарда кездесе берейік. Термостарыңыздағы шайларыңыз ыстық болсын. Бізде алмас танисыздар ғой, шайсыз шықпайтын болар ол. Қысы, жаздың күні күн 40 градус, 45 градус болған кезде шайын алып деп отыратын бар. Алмас, саған сәлем. Жақсы, мен құрметті жазылушыларым, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Тек жақсылықта кездесейік. Сау болыңыздар. Міне жаңа шыны деп жатқанды көрсетіп өтейін. Жаңа шыныны үрлейтіндер деп жатқаным ғой, стеклодув дегендердің. Осындай шыны болады, байламасыздар, болмайды. Міне қарасаңыздар, мынау үрлеген жері ғой. Ол қандай сапалы болғанын білмеймін. Қазір ішіне су құйып қараймын. Су құйғанда ыстық суды, жаңа қайнатылған суды құям. Сонымен бір суткеде қоямыз ғой. Негізі бір сутке емес, бізге 10-15 сағат болатын болса жарайды ғой. Осы міне жақсы. Термос негізі Каспийде бар, алам дегендеріңіз болатын болса қарайсыздар ғой. Каспийде түр-түрі бар ғой термостың. Жақсы. Осылай жасайсыздар ма сіздер, партылап, ауа толып тұрған. Естіп жатырмын. Жас кезімізде де осындай ауасымен келген кезде бас партылатып отыратын еді. Бай өттіңіздер. Жақсы.